Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін біз 6-шы сынып БЖП тапсырмаларын орындаймыз. Берілгені бірінші нұсқаның бірінші есебі 2-10 және 1-1 және 2-5 сандар жұптарының қайсылары 5х минус y тең 10 теңдеуінің шешімі болады. Ол үшін біз мына жерде бірінші тұрған санды x-тің орнына, екінші тұрған санды y-тің орнына қойып тексереміз. Мен 1 деп алайын. Біріншісінде 2-0 деген сандар жұбын алдым. 5 көбейту 2 азайту, мына y-тің орнына 0-ді қоямын, тең 10-ға. Ал мына жерде 5 көбейту 2-міз 10 болады, 10 азайту 0 тең 10. Яғни 10 азайту 0 10 тең 10-ға деген шығады. Демек, мынау 2-0 деген сандар жұбы шешімі болады екен. Жерге жазып қояйын. Шешімі болады. Дәл осылай екіншісін тексерейік. Екінші жұп 1-1 деген сандар жұбы. Теңдеудің 5 көбейту 1 азайту 1 тең 10-ға. 5-ті 1-ге көбейтсек 5 азайту 1 тең 10-ға. 5-тен 1-ді азайтсақ 4 болады. 4 тең 10 деген теңдік шықты. Демек шешімі болмайды. Бұл теңдік дұрыс емес қой. Шешімі болмайды. Келесі үшінші сандар жұбы 2-5 деген сандар жұбы. Дәл осылай 5 көбейту 2 азайту 5 тең 10-ға. 5 көбейту 2 10 азайту 5 тең 10-ға. Мына жерден 5 тең 10 деген теңдік шығады. Демек, бұл теңдік дұрыс емес. Демек, шешімі болмайды деген сөз. Онда жауабы міне 2 болғанда 0 деген нүкте, мына 5х минус y тең 10 деген теңдеудің шешімі болады екен. Келесі екінші есеп теңдеулер жүйесін шешіңдер. Біз бұны алмастыру тәсілімен шешейік. Мына жерде бірінші теңдеуді сол күйі жазамыз. 2х қосу 3y тең 1 деп. Ал екінші теңдеуде x-ті y арқылы өрнектейтін болсақ, x тең болады 5y-ге. Сонда, мына жерде x-ің орнына келіп, мен 5y-ді қоямын. Бірінші теңдеуді жазып алайын. 2x қосу 3y тең 1-ге. Осы жерде мына 2 көбейту 5y деп жазамын. x-ің орнына 5y қойып жатырмын. Қосу 3y тең 1-ге. Мына жерде 5y қосу 3y, 2-ні 5-ге көбейтсек 10y болады. Қосу 3y тең 1-ге. Қосатын болсақ 13y тең 1-ге. Осы жерден y-ді табатын болсақ, y 1 бөлінген 13-ге тең екен. Ал енді мына екінші теңдеуді жазып аламыз да, x тең 5y деген осы жерден x-ті тауып алайық. x тең 5 көбейту y-дің орнына 13-тен 1-ді қоям. Сонда x тең болады екен 13-тен 5-ге. Ал енді жауабын жазатын болсақ, 13-тен 5 және 13-тен 1 деген жауап болады екен. Келесі бізде үшінші есеп мәтін есеп берілген. Содан біз теңдеулер жүйесін құрап есепті шешуіміз керек. Екі санның қосындысы 92-ге. Бірінші сан x деп алам. Екінші санды y деп алам. Сонда екі санның қосындысы 92-ге, яғни x қосу y тең 92-ге. Ал айырмасы 16-ға дейді, яғни x азайту y тең 16-ға. Енді осы сандарды табыңдар. Міне бізде теңдеулер жүйесі шықты. Осы теңдеулер жүйесі арқылы x пен y-ті тауып алайық. Мен бірінші теңдеуді дәл сол күйі жазамын. x қосу y тең 92. Ал екінші теңдеуден x өрнектеп аламын y арқылы, сонда 16 қосу y болады. Енді бірінші теңдеуді аламын да, x қосу y тең 92. Осы жерде x-ің орнына мен 16 қосу y деген жазам. 16 қосу y қосу y тең 92-ге. Ал енді y қосу y 2y болады тең, нәбетте 92 азайту 16 болады. Сонда 2y-іміз тең болады. 92-ден 16-ны азайтатын болсақ, 76, Енді y-ті табу үшін 76-ны бөлеміз 2-ге.
Сонда y-іміз тең болады екен 38-ге. Y-ті таптық. Енді біз x тауып алуымыз керек. X-ті табу үшін 16 қосу y, демек x тең болады 16 қосу 38-ге. Сонда x-іміз тең болады 54-ге. Жауабы міне x 54-ге тең, 54 болғанда 38 деген жауап болады екен.